Мынау Жаңаөзен қаласы, бірінші микрорайон. Мына мұхит бизнес-центр әкімшілік ғимараты бар. Артымызда өзен мұнай-газ ғимараты бар. Мына Айзере Штор дегеннің астынан Яндекс такси ашылыпты. Қалай ойлайсыңдар, Яндекс такси бұрын қолданыста болған жоқ қой Жаңаөзенде. Енді келіп жатырған ұқсайды. Яндекс такси жақсы ма, или индрайвер жақсы ма екен? Қалай екен? Қалай ойлайсыңдар? Мына жоғары жақтарда Яндекс такси деген дамып кеткен ғой. Ақтауда, мысалы, Алматы жақтарда. Жаңаөзенде енді қалай болатын көреміз, Алла бұйырып жатса. Өздерің ойларыңды айтып отырсаңдар, қолданып көргендер бар ма? Алматы, Ақтау жақтарда. Білсеңдер, ойларыңды айтып отырыңдар. Қайсы тиімді клиентке және де таксиге мінгенде, шақырғанда деген сияқты. Қалай болады екен осы? Бұл километрге ала ма екен, или индрайвер құсап 9.5% алып отыра ма екен?